Сәлем достар, бүгін мен сіздермен үй жағдайында өте оңай, тез дайындалатын зебра пирогын дайындаймыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Көрінісі дәл осындай, арасы да өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Енді пирогымызды бастаймыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, üstüne қант саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Üstüne сұйық майы қосамыз. Айранды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бір шай қасық ас содасын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, және де соңынан үстінен ұнды қосып араластырамыз. Іртігі қалмауы керек. Енді осындай бір келкі сұйық масса шығуы керек. Дайын болған сұйық массамызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Енді бір бөлігіне 3 ас қасық какао қостым. Енді ыдысымызға жайластырамыз. Ыдысымыздың астын майлап аламыз. Соңынан 1 ас қасықтан осылай салып отырдым. Ендігі кезекте шидің көмегімен дәл видеода жасалғандай етіп өзім безендіріп шықтым. Достар, осымен біздің зебра пирогымыз дайын, өте жұмсақ, дәмді, керемет болып шығады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Жасап көргеннен кейін маған комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда көптеген видеолар бар. Өз қажеттіліктеріңізге жаратыңыздар.